Ассаламу алейкум. Бізде бүгін кезекті қорап ашу. Бүгінгі қорап ашу өте бір қызықты болып жатыр. Себебі бүгін кішкене проблема мусибат болып қалды. Жалпы енді мынау видеода көрінген зат қой, көріп қойғанбыз да, енді жалпы айтқанда бұл видеоны кеш жасап жатырмын. Бұл жерде жаңа прожекторлар келген, бұл прожекторлар сынып келген. Үшеуі де сынып келген. Сонымен Қытайға шықсам, Қытай жаңағыдай басын алып қашады. Мен жақсылап орағам, аралап пенопласт салғам, бәрін торлағам, өйткен дейді. Логистикаға салсам, логистикаға хабарлассам, инстаграмға несін қойып тұрып, осы карголардың бастықтарына шықсам, олар тіпті бастығына шықтым. Олар жаңағы бізде ішкі тәртіп бар, өзіміздің тәртібімізде жаңағы жақсылап орату керек, ағаштың орандысы болу керек дегендей бозалар басын алып қашты. Сонымен, в общем, үшеуі сынып келді. Аллахтың қалауымен альхамдулилля деп айтайын. Енді жаңағыдай көнеміз. Ондай болғаннан кейін, бұл өмір болғаннан кейін болады бұндай жағдайлар. Жалпы осындай бір қызықты не қалдырып кеттім. Соңынан кім кінәлі дегендей қылып өздеріңіз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Жақсы пікір жазып отқан кісілерге сыйлықтарым бар.